бір жасағаннан дәмді әрі жұмсақ болып шығатын 15 минутта шайыңызға қоюға үлгеретін, қонақтарыңыз риза болатын блинидің рецептісімен бөлісетін боламыз. Бізге қажет заттар: 3 жұмыртқа, қант, тұз, ванилин сода, сұйық май және көріп отырғандарыңыздай үй температурасындағы сүт, ыстық су және ұн. Ең алдымен 3 жұмыртқаны қантымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қантымыз еру керек толықтай. Және де үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да араластырып, содамызды саламыз. Тағы да араластырып, оның үстіне ұн саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін енді ванилинді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосу-қоспауыңыз өз еркіңізде. Мен ылғайда қосып отырамын және одан кейін 2 ас қасық сұйық майды қосып араластырып, үстіне ыстық су құйып жібереміз. Және осындай бізде сұйықтық шығу керек. Әрі қарай табамызды қатты қыздырып аламыз. Ысы табамызға осы формамыздан бір ожаудан құйып, осындай блинчиктерді дайындап шығасыздар. Оңай әрі тез жасалатын блинчиктің түрін сіздерге ұсындым. Және қонақтарға осындай қылып торт ретінде де, блини торт ретінде де ұсынуға болады.